Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жас аналарға керекті 3 кітаппен бөлісемін. Толығырақ айтатын болсам, жалпы осы кітаптарды өзім қазіргі таңда оқып шықтым. Сол себепті сіздермен де бөліскім келіп отыр. Достар, егер де сіздер менің инстаграм парақшама жазылған болсаңыздар білесіздер, қазір мен декреттемін, яғни журналистика саласында негізі қызмет атқардым декретке дейін, ал қазіргі таңда декреттемін. Сол үшін де осы декреттік уақытымды білім алуға, жаңа кітаптарды үйренуге жұмсап жатырмын. Олай болса, сіздермен де осы кітаптармен бөлісіп өтейін. Ең жүкті кезде оқыған кітаптарымның бірі ол Анатолий Некрасовтың «Материнская любовь» кітабы. Жалпы бұл кітапты негізі көбісі маған айтқан болатын, оқып көр деп, және сол себепті мен де бұл кітапты сатып алып оқып шықтым. Бұл кітапқа 10-нан 10 деген баға беремін. Достар, мінекей осы кітап. Бұл кітапта мен өзіме керекті жерлерін осылай белгілеп қойған болатынмын. Ал бұл кітапқа қысқаша айтып өтетін болсам, жалпы бұл кітапта біз осы бала өмірге келмей жатып, баланы біз өміріміздің мәні ретінде қараймыз да. Ал негізі ол дұрыс емес. Біз әр қайсымыз тұлға болып жаратылдық, сол үшін де біз өзіміз өмірдің басты құндылығымыз. Ал бала ол біздің жай ғана ұрпағымызды жалғастырушы, біздің ізіміз болып саналады. Ал бұл кітапта болса айтылғандай, көп деген ата-аналар олар өмірдің мәні ретінде тек қана баласын қарастырады, тек қана баласы үшін өмір сүреді, бірақ ақыр соңында олардың баласы, яғни өздерінің аналарын тастап кетіп, өздерінің тіпті аналармен араласқысы келмей қалатындығы жайлы айтылған. Және оның нақты себептері туралы, не үшін бұлай болғандығы туралы барлығы да осы кітапта қамтылған. Және де ата-анадан сепарация жасау керектігі туралы барлығы да жазылған. Ал одан кейінгі кезекте келетін болсақ, және де бұл кітапта айтылғандай, біз ата-аналар өзіміздің балаларымызға, оларды біз қанша жақсы көрсек те, біз оларға тек өзімізде бар нәрселерді ғана бере аламыз. Ал егер де біз өзімізде жоқ нәрселерді біз ата-аналарға, яғни балаларымызға бере алмайды екенбіз. Сол себепті де жас аналардың барлығына, немесе енді ана болуға дайындалып жүрген қыз-келіншектерге де осы кітапты оқуға кеңес беремін. Және де достар, менде екінші кітап, бұл «Осколки детских травм» деген кітап. Бұл кітап Донна Джексон Наказова деген автор екен, сол кісінің кітабы. Бұл жерде де балалық травмалар жайлы жазылған. Достар, көптеген адамдар осы жас кезінде ауырмайды, балалық шағында ауырмайды, бірақ қартайған шағында көптеген адамдардың неше түрлі аурулары шығып жатады. Ал ол аурулардың барлығы түпкі себебі бізде балалық шақтан басталады екен. Неліктен олай десеңіз, қалайша оның себебі не деп ойлайтын болсаңыз, онда осы кітапты сізге оқып көру керек. Яғни сіздің балалық шақтағы алған травмаларыңыздың болашақта қандай ауруларға әкеліп соқтыратындығы туралы осы кітапта жазылған. Және де достар, осы кітаптың ішінде ерекше бір ақпарат жазылған екен. Бұл жерде қараңыздар, балалық шақта дене мен ми ол біздің стресс алған кезде ұлдарға қарағанда қыздарда ол стресстің, яғни әсер ету факторы өте жоғары болады екен. Мысалға біз балалық шақта қыздар да, ұлдар да неше түрлі, мысалы кез келген бір жағымсыз жағдайдан стресс алуы мүмкін. Бірақтан да осы жерде қыздардың стресс алу деңгейі өте жоғары болады екен. Сол себепті де әсіресе қыз өсіріп жатқан ата-аналар болса, оларға өмірінде сондай жағымсыз жағдайлардың орын алмауына өздеріңіз көмектессеңіздер. Достар, ол кітапта одан да бөлек неше түрлі ақпараттар берілген. Және де бұл кітапты сіздер оқып көріп, өздеріңіздің балалық травмаларыңыздан да айығуға болады. Және де ол травмаларды сіздер не үшін алдыңыздар, не үшін ондай жағдайлар сіздерде орын алды, осының барлығына сіздер бұл кітаптан жауап таба аласыздар. Достар, үшінші кезекте мен сіздерге қазақ авторының кітабын ұсынғым келді. Бұл автор бізде Динара Болат. Динара Болаттың кітабы бұл бізде соңына дейін әйел деп аталады.
Жалпы бұл кітапты барлық қыздар қауымына оқуға кеңес беремін, өйткені бұл кітапта өте керемет ақпараттар жазылған, және де барлығы да жеңіл тілмен жазылған. Сіздер оны бір оқығаннан түсініп аласыздар. Достар, қазір мен сіздерге кітаптың ішінен үзінді оқып беремін. Жалпы неліктен мен бұл кітапты декреттегі аналарға да оқуға кеңес бердім, және де бала тәрбиелеп отырған аналарға бұл кітапты міндетті түрде оқып көру керек. Өйткені қазір сіздер осы ақпараттан не үшін оқу керектігін білетін боласыздар. Бала үшін оның балалық шағында анасының бақытты жүзі мен үйдегі тыныштықтан артық не бар? Уақытылы тамақ ішпегеннен ішегі жабысып қалған бала көрген жоқпын. Қарны ашқан кезін немесе үстіндегі жидесі уақытылы жуылмағанын есіне сақтап, сол үшін анасына ренжіген ұл қызды көрген жоқпын. Көп баланың есінде анасының шаршаңқы күйі, әкесінің ауыр сөзі қалады. Ананың бақыты баланың бақыты. Және де достар, ең басты нәрсе ол ана үшін ол баланың бақыты болса, ал бала үшін ол ананың бақыты. Сол үшін де әйел адамдар әрдайым ең алдымен өздері бақытты болу керек. Осы туралы осы кітапта жазылған. Сіздер міндетті түрде оқып көру керексіздер. Және де егер де сіздер осы кітаптарды оқыған болсаңыздар, онда комментарийға өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Достар, осымен видео аяқталды. Менің каналыма тіркелгендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.